Blue Infinity компаниясы рефрижератор вагондарын шығаратын инвестициялық жобаны жүзеге асыруда. Бүгінде сондай вагонның алғашқысы жинақталды. Аталған вагон азық-түлік тасуға арналған. Это совсем новый тип вагона. Біздің жоба тез бүлініп кететін азық-түлікті тасуға арналған. Бүгінгі дейін жеміс-жидектер мен теңіз тағамдарын тасымалдау мәселесін ешкім шешкен жоқ. Сол үшін біз осындай жаңа мүмкіндікке ие болып отырған вагон жинап шығаруға ұйғардық. Бұл вагондарды тоңазытқыш вагон деп те атауға болады. Оны ұялы телефон арқылы іске қосуға және ондағы температураны қашықтан басқаруға болады. Отсылаем команду на включение установки. Сейчас просто нужно будет время. Команда передается, поступает на установку, установка производит запуск автоматически. Компания 2019 жылдан бері жұмыс істейді. Ол биыл 82 вагон жинаған. Жыл аяғына дейін тағы 57 вагон құрастырып, биыл 5 миллиард теңгеге өнім шығармақ. Жалпы жаңа вагондарда тез бұзылатын тағамдарды 21 күнге дейін сақтауға болады. Вагондағы температура -20-дан +16-ға дейін өзгертіледі. Сұраныс өте көп, тек қана біздің мемлекетімізде ғана емес, Ресей мемлекетінде де осы вагонға, жалпы осы заводтың өніміне сұраныс өте көп. Бүгінде серіктестікте 210 адам қызмет етеді. Олардың қатары жыл соңына дейін тағы 30 адаммен толықпақ. Айта кеткен жөн, рефрижератор вагонның бағасы шамамен 40 миллиард теңгені құрайды. Алина Сабырқызы, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.